Ардақ қайдағы 5-ке сағат ты че 5-нес? Сағат 8 емес пе ауызсамыз? 8-ден 12 кеткенде ертең. Барып 3 сағат отырамыз ба не сонда? Аслан сағат 8-ге занято дейді, 7:30-дан бастап занято дейді, сол 7:40-тан бастап. Соған шейін 8-ге шейін отырып қайтамыз ғой. Қалай сонда Ардақ 8-ден отырып сонда бәрі ораза, просто так барып отырамыз ба сонда не? Просто так отырамыз да 8-де ауыз ашамыз тұрып кетіңдер дейді. Сол кезде тұрып кетіп қаламыз ба не сонда не? Қалай сонда? Түсінбей тұрмын вообще. Ашын ауызы берік еместер бар ғой, біз жайлап ішіп дәм татып отырамыз ғой. Сосын 8-де ауыз ашарға үйге бара қоясыңдар ғой, Алла бұйыртса. Ардақ, мен сені дым түсінбедім вообще. Қалай сонда ол? Ауыз ашарға барамыз да 5-те барып отырып әңгіме айтып үйге барып ауыз ашамыз да, мен дым қалай сонда дым вообще? Не понимаю, вникаю даже. Жоқ, енді басты міндет ауыз ашуда емес, ішіп жеуде емес, жаңа бас қосуда ғой. Бас қосып әңгіме дүкен құрып деп алдында өздерін айттыңдар ғой. Әңгіме дүкен құрамыз, сосын енді 8-де бос емес деп тұр ғой. Мен істеймін оларға, қалай айтамын босатыңдар деп. 8-де үйге бара қоясыңдар, 8-ге таман.